Әйелдерге бизнес бастауға мүмкіндік беретін бағдарламалар туралы бизнес кеңесші Айбар Ғазизбен бірге әңгіме өрбітетін боламыз. Қайырлы таң. Қайырлы таң, Айбар ханым. Қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір, рахмет. Аман есен жеттіңіз ба? Жаңа көріп жатырмыз. Алматыда қар, кептеліс деген секілді. Жоқ, нормально. Барлығы жақсы ба? Кептеліс қатты. Енді бизнес бастау туралы айтып жатырмыз. Жалпы қазіргі таңда жеке кәсіппен айналысып жүрген әйелдер саны көп пе? Негізі қазір президентіміздің қолдауымен, көптеген мемлекеттік бағдарламалардың қолдауымен әйел адамдарды бизнеске тарту қатты жүріп жатыр, үдерісі. Қарап отырсаңыздар, налог жағынан да статистика бойынша әйел адамдар уақытылы төлейді екен. Қазақстанның экономикасына мықты әсер етеді. Енді осы таңда әсіресе көп балалы декретте отырған, өзін өзі іздеген дейміз ғой. Қазір психологтардың ең мықты лозунгы болды ғой, бұл өзін өзің тап деген сияқты. На самом деле біздің өзіміздің менталитетімізде, қазақ халқында бар нәрсе, әйел зеріксе тігін тіксін деген. Жаңағы алдындағы сюжетте де өте тамаша, мысалға тігінші цехтары ашылып жатыр. Бизнес бастау жалпы стартаптарға бірінші мүмкіндік. Ең бірінші бизнес бастаған кезде адамда не болады? Қорқыныш болады. Ең алғаш менде ақша жоқ, капитал жоқ, неден бастаймын? Бизнес бастау үшін ақша керек деген адамда барьер болады. Сол барьерді алып тастау үшін бізге мемлекетіміз 1.225.200 теңге көлемінде алғашқы көмек стартаптарға. Кез келген адамға ма бастаймын деген? Жоқ әлде қалай? Қараңыздар, мемлекеттен берілетін гранттың бірнеше түрі бар. Негізі жалпы қайтарымсыз гранттың 10 түрі бар. Әртүрлі қоғамдық қорлардан берілетін, және оның ішінде мемлекеттен основной екеуі бар. Біреуі осы 400 МРП бизнес бастау, екіншісі қолдау орталығы арқылы берілетін 5 миллиондық грант бар. То есть бірінші сіз бизнеске келген кезде ол өзінің особый критериялары бар, оған сай болуыңыз керек. Мысалға, көп балалы ана. Мысалға, сусын категория дейміз ғой, мүмкіндігі шектеулі жандар, инвалид бала тәрбиелеп отырған отбасылар, қандастар деген сияқты бірнеше категория бар. Егер сіз сол категорияға сәйкес келетін болсаңыз, сіздің қатысуға мүмкіндігіңіз бар. Бірақ бір нәрсені түсінеге, грант деп өзі айтып тұр, ол конкурс. Ол жерде кәдімгідей бәйге. Егер де сіз өзіңіздің мықты екеніңізді дәлелдеп шығалсаңыз, өзіңіздің қабілетіңізді көрсете алсаңыз, әрине жүлде сіздікі. Мен осы гранттың иегерімін, негізі көп балалы анамын тоже, 5 балам бар. 5 балаңыз бар ма? Ең кішкентай балам 2 жаста. Тоже декретте отырып, жаңағы иненің басын саптай алған адам қолынан келетін дәлелдесе ұтады. Мен ең алғашқы алған машинкам маған қазір мені үлкен қазір 8 адамды жұмыспен қамтып отырмын қазіргі таңда. Осы бизнеспен. Сонымен қатар шәкіртті тәрбиелейді екенсіз, Бұл идея маған осыдан 8 ай бұрын келді. Мен алғаш рет осы 5 миллион грантына қатысқан кезде ол жерде дода масқара. Ол жерде дода өте әділ өтеді. Сондықтан комиссия мүшелері жан-жақтан 15 адам отырғандықтан ол жерде мүлдем былай өзің идеяңды алып бүйтіп ұтып кете алмайсың. Бизнес бастаудағындай жеңіл емес бұл жерде. Сол 5 миллионға қатысқан кезде ұтылдым да. Мен неге ұтылдым деп өзімнің бизнес жоспарымды ашып іздендім. Сол кезде мен нарықты зерттемейді екем. Содан кейін бастап маркетолог мамандығын оқып үйрендім. Бірнеше курстар оқыдым. Соның арқасында қазір ойландым, менің қателігімді қаншама ана жасап жатыр ғой. Мен осыны үйретіп көрейінші деп. Осылайша бақытты отбасынан шақыртып алып, алғашқы тренингімді өткізіп, қазіргі таңда 300 әйелді тегін оқытқан жайым бар екен. Осыдан бір 15 күн ба, 20 күн бұрын ғана намыс төс белгісіменен марапатталған жайым бар. Бәрекелді, құттықтаймыз шын жүректен. Керемет жетістік екен, Және де жаңа сіз айтқаныңыз бойынша өзіңіздің бизнес жоспарыңызды құрған кезде, одан кейін оны зерттеген кезде сіз декретте болдыңыз, солай ма? Бәрекелді. Қандай керемет. Сонымен қатар сіздің 47 шәкіртіңіз 15 миллион теңгеге дейін грант ұтып алған екен. Жалпы мемлекет тарапынан берілетін мұндай гранттарды қалай алуға болады? Мен жаңа айтып кеттім ғой, ең бірінші басты нәрсе ол нарық. Қазір бұрынғыдай емес. То есть үйде отырған, қараңыздаршы, бір нәрсемен салыстырғым келеді. Карантин болды, бізде? Прям қатты карантин, үйден шықпай отырдық. Декреттегі ана да почти что карантин. Мен 10 жыл карантинде отырсам болды, десе болды. 5 бала бірінен кейін бір дүниеге келіп, 10 жыл декретте отырдым, мысалға, Сол кезде менің түсінгенім, ыдыс аяқпенен жаялық ауыстырудан басқа
әйел адамға мүмкіндіктер көп екен. Оны бізге дәлелдеді карантин. Карантинде біз онлайн жұмыс жасадық, камераға қарап сөйлеуді үйрендік. Мысалға, бұрында сіздерді ғана көріп, қалай күшті деп көгілдір экранның ар жағынан, қазір өзіміз де прямой эфирға шығып, мысалға шәкірт оқыталатын жағдайға жеттік. Сол кезде ойладым, неге кухняда отырып алып, бір локация жасап қойып, басқа аналарды да оқытуға көмек бермеске деген сияқты. Өзімді неге шектеймін? То есть бір нәрсені түсінейік, аналардың шектеуі ол мида. Егер де сіз өзіңіздің миыңыздағы шектеуді жеңсеңіз, сіздің мүмкіндігіңіз өте көп. Өйткені интернет деген нәрсе қазір барлық нәрсені қолжетімді қойды. Америкадағы отырған адаммен де прямой эфирда осы сәтте сөйлесе алатын мүмкіндік бар. Нарықты зерттеңіздер деп айтатыным, жаңа айтасыз ғой, грантты ұтып алу үшін не керек? Нарық ортақ, ақша көп қазір. Бірақ ақша жоқ деген адамдарға айтамын, миыңыздағы шектеуді алыңыз, ақша нарықта. Нарықты зерттеп үйреніңіз, маркетинговый жоспар құрып үйреніңіз. Сол сәтте сіз өзіңіздің ішіңіздегі кедергілерді және сыртқы кедергілерді алып тастайсыз. Білесіздер ма, көп балалы аналар бар. Маған осы жақында ғана бір ана келді, 8 баласы бар екен. 8 баласы бар екен, енді сондай бір тазалық жұмысымен айналысады. Клининговый компания дейді ғой қазіргі уақытта, бірақ енді ол на самом деле клининговый компания емес, бір жерде бір тазалық жұмыстарымен айналысады екен. Сол кісіге мен ол кісіге айттым, сіз маған тігінші болып келіңізші дедім. Соны ол кісі айтады, мен қорқамын да, несі бар, үйретеміз сізге, сіз келіңіз. Қазіргі таңда сол кісі осы өткенде 2-3 күн ғана бұрын сол кісіге айлық аудардық, 210 мың теңге айлық алды. Ол кісі айтады, мен ешқашанда ойламаппын, что мен тігін тігіп осындай айлық аламын деп. Ешқашанда тігін курсын оқып көрмеген. Бақытты отбасы деген жерде мысалға бірнеше курстар бар. Сол жерде мен айтам, әйел адамдар қаржылай сауатты болыңыздар. Маркетинговый нарық зерттеу біліңіздер. Қазір көп қой мамандықтар оқып алып, 4 жыл оқу маңызды емес. 10 күндік курс, 1 айлық курс бітіріп алыңыз да, өзіңіздің жеке брендіңізді қалыптастырыңыз. Солай сіз нарыққа шыға аласыз, солай сіз адамға пайдалы болған сайын сіздің чегіңіз де өседі деген сияқты. Осындай моменттер. Ал енді жаңағы бизнес бастаудағы бизнес жоспарды жазған кезде бірақ нәрсе айтам, изюминка табыңыз. Изюминка, яғни басқа адамнан ерекшеленіңіз. Тігін цехын ашу деген мысалға жалпылама болса, ал сіз құр тігін цехын ашамын деп айтпаңыз. Мысалға қазір Ресеймен болып жатқан мобилизацияға байланысты, Ресеймен болып жатқан политический, макроэкономический факторларға байланысты бізде ойыншық өндірісі 30% арзандаған. То есть шегерілген, сондықтан сіз жұмсақ ойыншық өндірісін қолға аламын. Яғни тігін арқылы. Әрине. То есть чем сіз прям узко өзіңіз келтіресіз идеяңызға. Сіздің идеяңыз сіздің қалтаңыздың үлкеюіне алып келеді. Осы ретте пайдаланып, аналарға айтқым келіп отыр, Вавилондағы ең бай адам деген кітапты оқыңыздаршы. Сол негізі сіздің кошелегіңіздің емі, былайша айтқанда. Сол кітапты оқыған адам көп нәрсені түсінеді. Бірақ ол жерден ертегі сияқты жазылған, оқылуға жеңіл. Бірақ бизнестің алғы шарттары сол жерде бар. Негізі сондай бір позитивті адам екенсіз, әңгімеңізді айтып отырып, турасынан айтып қалдыңыз ғой жаңа. Әзілге де жақын екенсіз. Негізі енді Аллаға шүкір 5 балаңыз бар, барлығына үлгеріп жатсыз, шәкірт тәрбиелеп жатсыз. Сізге алдағы уақытта тек қана барлық жақсылықты тілейміз, жетістіктеріңіз көп бола берсін. Енді сауатын арттырып жүрсіз ғой әйел адамдардың, ол өте керемет нәтиже деп білеміз. Рахмет келгеніңізге. Әйел адам үйде отырып та дами алады, развитие жасай алатынның наглядный примері сіз болып отырсыз осы жерде. Өйткені мен әрдайым айтам сол нәрсені. Маған айтады, үйден шықпаса әйел төмендеп қалады, развитиесі болмай қалады дейді. Мінекей, 5 баланың анасы, бизнес кеңесші, талай шәкірттерді тәрбиелеп отыр. Сізге көп-көп рахмет, ісіңізге сәттілік тілейміз. Ал бізде құрметті көрермен жарнама, содан кейін қайта ораламыз.